Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Алдағы уақытта ораза келе жатыр. Сіздерге осындай үлкен берекелді, үлкен осындай разноста, жұмсақ әрі дәмді творожный пирог рецептімен бөліспекшімін. Құрамындағы заттары да қолжетімді, үйден табылатын заттар. Менімен бірге жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға, ата-енелеріңізге, әжелеріңізге міндетті түрде жасап беріңіздер. Онда бастадық. Алдымен ыдысымызға 4 штук жұмыртқамызды жарып, қантымызды 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Бізде жақсылап көбіртіп алуымыз қажет миксермен. Бізге пирогқа салынатын заттардың барлығы бөлме температурасында жылы болып тұрған болуы қажет. Осылай бізде 2 есе ұлғаяды затымыз. Енді қараңыздар, бұл жерде сұйық май құямыз, жақсылап миксерлейміз. Жылы сүтімізді құйып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Ұнымызға разрыхлителімізді салып, алдын ала араластырып аламыз. Сіздерге полный рецепті описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Енді ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, онды жақсылап осылай миксерлеп аламыз. Ұндарыңыз кішкене осылай жан-жаға шашырайды. Оның ештеңесі жоқ. Міне 2-3 бөлікке бөліп, жақсылап осындай қою маса болғанға дейін араластырып алдық миксерімізбен. Енді ішіндегі творожный начинкасын дайындаймыз. Бізге 500 граммдай творог қажет болады. Базардық ма, дүкендік ма, разница жоқ. Беймарал кез келген творог қолдансаңыздар болады. 1 штук жұмыртқамызды, қантымызды, біраз қасық кукурузный крахмалымызды салып, блендермен жақсылап енді майдалап аламыз. Блендер болмаған жағдайда вилкамен жақсылап езіп, бір келгі араластырып алсаңыздар да болады. Кондитерский мешокқа салмамызды, яғни начинкамызды, творогымызды жақсылап салып аламыз. Барлығыны ұшына кішкене кесіп дайындап аламыз. Жаңағы пирогымыздың қамырын барлығын пергамент төселген листіміздің үстіне түсіріп, жақсылап бір тегісті етіп, барлық жеріне бірдей етіп жағып аламыз. Піскен кезінде бір жері биік болып көтеріліп, бір жағы көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан барлық жеріне бірдей етіп жағып алыңыздар, теп-тегіс етіп. Шпательдің көмегімен немесе лопатаның көмегімен, қасықтың көмегімен жағып алсаңдар болады. Тура осылай етіп, бір тегіс етіп жағып аламыз пирогымыздың қамырын. Енді жаңағы салып алған начинкамызды, яғни творогымызды осылай тура видеода көргендей етіп сығып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде осы творогтың барлығы осы үлкен листқа жетеді. Енді тура осылай көргендеріңізді етіп жасап алыңыздар. Өте керемет болып шығады. Қазір көрінісі де өте дәмді әрі жұмсақ, нежный болып шығады. Өздеріңіз қалаған жеміс жидектеріңіз салсаңыздар болады. Менде бұл жерде мұздатылған шие салып жатырмын. Ұнатпасаңыздар, салмасаңыздар да болады. 180 градуста 30-35 минутқа пеште пісіріп аламыз. Қысып тұрған пешімізде. Бізде қазір бұл биік болып көтеріліп, әдем болып қызарып пісіп шығады. Қараңыздар, біздің пирогымыз қандай керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Пирогымызды әбден 1 сағаттай бөлме температурасында суытып аламыз. Содан кейін барып, бетіне сахарный пудрамызды сеуіп, сәндеп, кесіп жіберсеңіздер болады. Өте керемет, тез дайын болатын пирог рецепті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қараңыздар, қандай жұмсақ кесіліп жатыр. Сондай-ақ тура осы пирогты кесіп, осындай ыдыстарға, контейнер ыдыстарға салып, магазиндерге шығаруға сатсаңыздар да болады. Қараңыздар, қандай жұмсақ, әдемі болып шыққан. Бізде бұл жерде үлкен листі өте көп шығады пирогымыз. Қараңыздар, жұмсақ, әдемі болып шыққан, шиемен өте керемет дәмді. Сіздер клубника салсаңыздар болады, малина салсаңыздар болады, өздеріңіздің қалауыңызға қарай. Жаңа сіздерге айтып өткенімдей, тура осылай үлкен етіп кесіп, осындай одноразовый контейнер ыдыстарға 6-8 штук етіп салып, магазиндерге штуктап сатсаңыздар болады. Кемі 250-300 теңгеден шығарасыздар магазинге сатсаңыздар. Үйде отырып, осылай табыс көзін тауып отырсаңыздар да болады. Өте қолжетімді және де ең дәмді пирог рецепті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет баршаңызға. Сау болыңыздар, ас болсын. Міндетті түрде жасап көрулеріңізді кеңес беремін.